Сәлем көрермен, сіздермен бірге мен Аруа Санхан, менің арнама қош келдіңіздер. Жайғасып отырыңыздар, себебі мен қазір Америкадағы жазым қалай өткені жайлы, не істедім, не қылдым, кеңестермен, қателіктермен бәрімен бөлісемін. Сондықтан осы арнаға тіркелмеген болсаңыздар, тезірек тіркеліп кетіңіздер. Алда талай қызықты және пайдалы видеолар шығады, себебі мен осы 4 айымды қалай өткіздім, соның барлығымен бөліскім келеді. Солай тіркел. Көбі менен Америкаға қалай бардың, қай бағдарлама арқылы бардың деп сұрап жатады. Мен Work and Travel атты бағдарламамен бардым. Ол жайлы мен осы алдыңғы видеода барлығын айта кеттім. Не істедім, не қылдым, ол программа қандай, кім қатыса алады, кім қатыса алмайды. Сондықтан тезірек осы видеоны көр. Ал енді өзімнің оқиғамен бөлісейін. Жалпы мен Work and Travel бағдарламасы жайлы 2021-дің жазынан бастап қызығып, ізденіп, солай ақпараттарды жинап жүрдім. Қыркүйек айында мен барлық агентстволарға жазып шықтым. Ол өте оңай. Қазақстанда бірнеше ғана агентство бар Work and Travelға жіберетін. Солай Инстаграмнан жай ғана Work and Travel Қазақстан деп іздейсіздер, солардың бәріне жазып шығасыздар. Солай өзіме ұнағанын таңдадым, себебі бәріне жазып шықтым, біліп алдым, сұрастырдым, бағаларын көрдім. Жалпы менен көбі сұрап жатады, сен қай агентство арқылы бардың деп. Мен сіздерге қандай агентство барғаным жайлы бөліскім келмейді, себебі мен агентствомда минустары бар. Мүмкін ол агентство сіздерге ұнамайды, сосын мені жамандап жүресіздер. Жалпы барлық агентстволар бір-біріне ұқсайды, көрсететін услугалар бәрінде почти бірдей. Сондықтан жай ғана өзіңіз соны қай агентствоны таңдауыңызды өзіңіз шешіңіз. Солай ең бірінші сол агентство арқылы сіз көп ақпаратқа ие боласыз. Олар сізге консультация көрсетеді, не істейді, не қылады, барлығын солардан сұрайсыздар, біліп аласыздар. Кейін барып келісім шартқа отырасыздар. Келісім шартқа отыру үшін сіз әрине оларға ақша төлейсіз және документтерді тапсырасыз, солай келісім шартқа отырасыздар. Менің жағдайымда мен қыркүйек айында, сол 2021 жылдың қыркүйек айында мен программаға $1800 және үстіне 80 000 теңге төледім. Осындай соманы. Бұның ішінде программаны өзі кіреді, яғни Work and Travel Job Offer маған жұмыс тауып береді агентство, медстраховка, сим-карта сияқты нәрселер кіреді. Және 80 000 үстінен төлейміз. Солай документтерді жинадым. Ол жаққа документтер өте оңай. Университеттен справка, паспорттың копиясы сияқты. IELTS, TOEFL еш нәрсе керек емес. Көбі сұрап жатады маған ағылшын тілін дәлелдейтін бір қандай нәрсе керек па? Жоқ, ештеңе керек емес. Жай ғана осындай өте оңай документтер ғана керек. Солай мен 30 қыркүйек күні Жібек екеуміз, Жібек менің құрбым, сол кезде жай ғана көршім болатын, қазір жан құрбыларымның бірі. Солай екеуміз офисқа бардық, ақшамызды бердік, документтерімізді тапсырдық, олар бізге көп ақпарат айтты, келісім шартқа отырдық. Солай Work and Travelға ниеттенген қатысушылар қатарында болдық. Кейіннен біз собеседование өттік жұмысқа. Яғни ол собеседование жайлы мына видеода айта кеттім. Алдыңғы видеода қандай сұрақтар қойды және кеңестермен бөлістім. Сондықтан тезірек осы видеоны көр. Жұмысты да таңдадым, собеседованияда өттім. Солай келесі этап, ол уже қосымша этап болды. Қазіргі таңда білмеймін, вакцина керек па, керек емес па. Менің жылымда 2022 жылдың барлық қатысушыларына вакцина салу міндетті түрде болды. Солай мен вакцина салдым. Келесі этап ол виза. Визаға біздің агентство сайт жіберді. Сайтта анкетаны толтырамыз. Солай собеседование күнін бізге жіберді. Солай собеседование өттік. Ең маңызды этап болғандықтан виза алу собеседование. Әрине оған деген біз көптеген дайындықтан өттік. Біздің агентство алдын ала бізге айтты, примерно қандай сұрақтар келеді, қандайға дайындалыңдар деп. Солай мен бәрін қағазға жаздым. Мына менің ескі қағазым сол алдыңғы жылдан. Сосын астына жауабын бірден жаздым. Солай дайындалып жүрдім. Собеседование күні 17 мамыр болды. Ол өте кеш, себебі жұмыс менде 25 мамыр басталу керек. 8 күн алдын мен виза алдым. Ол не деген сұмдық.
бірақ дегенмен әйтеуір визаны алдық, соған шүкір. Қазір мен сіздерге қандай сұрақтар қойды және кеңестермен бөлісемін осы виза жайлы, себебі өте маңызды. Неліктен виза маңызды? Себебі сізде бір-ақ қана шанс болады, кейін сіз визаға қайта тапсыра алмайсыз. Яғни осы жылы сіз уже ақшаңызды берсеңіз де, сіз точно бара алмайсыз, егер де визаға отказ алсаңыз. Және ең жаман жері, агентство сізге ақшаны қайтармайды, себебі олар уже басқа нәрселерге ақшасын төлеп қойды, иә. Себебі сіз заранее барлық документтерді толтырдыңыз, уже подаваться айттыңыз программаға, бірақ дегенмен ол ақша қайтып келмейді. Сіздерге айтарым, ол неғұрлым маңызды этап болса да, бірақ сіздер қатты уайымдамаңыздар, себебі сіздердің уайымдағандарыңыз кейде зиянын тигізуі мүмкін. Сондықтан керісінше қуаныңыздар. Сізде сондай керемет мүмкіндік Америкаға баруға, сондықтан уайымдамаңыздар. Вот, мынау менің паспортым. Менің бұл бірінші визам. Контревелға берілетін виза ол J1 деп аталады. Яғни оның мерзімі шектеулі. Бірінші қыркүйекке дейін беріледі. Демек, бұл визаның мерзімі шектеулі. Яғни консул, елші, ақштың елшісі сізге уақытша визаны беріп жатыр. Ол дегеніміз, сіз виза аяқталғаннан кейін міндетті түрде Қазақстанға қайта оралуыңыз керексіз. Және сондай қайта оралатын студентті көрсе консул, то визаны қайтып береді. Маған 2-3 ғана сұрақ қойды. Қазір сіздерге айтамын. Бірінші сұрақ, қай жерде оқисың? Яғни қай универде? Мен бәрін айттым. Осындай универ, осындай қала, осындай жыл студенті, осындай мамандықта оқимын. Яғни сізден барынша нақты және шағын ақпарат күтеді. Келесі сұрақ, мен универ бітіргеннен кейін не істеймін? Ол сұрақты не үшін қойдым? Себебі білетіндеріңізде бұл жақта соңғы курс студенттеріне көбінде отказ беріледі, себебі оларға қайтып келуге причина жоқ болады, себебі универ уже бітірді, и не үшін олар Қазақстанға келеді, сондықтан көбі Америкада қалып кетеді деген оймен оларға елші виза бермейді. Ал егер де сіз 2-3 курс студент болсаңыз, сіз міндетті түрде қайтып келесіздер ғой, енді универді қайта жалғастыру үшін. Солай бұл сұрақты точно Қазақстанға келіп, универді бітіріп, не істейтініңіз жайлы білу. Мен жағдайымда мен айттым, вот мен қайта Қазақстанға келемін, осындай жерде істеймін, осындай істеймін, магистратураға осындай универге түсемін, мынандай. Яғни сіздің ойыңызда Қазақстанға келу жоспары бар және нақты не істейтініңізді көрсете алсаңыз, сол өте маңызды. Осы сұрақ арқылы сіздің Қазақстанға қайта оралуыңыздың дәлелін көру үшін осы сұрақты қояды. Сондықтан нақты дайындалып барыңыздар осы сұрақтарға. Маған вроде болды, басқа сұрақ қойған жоқ. Бізде 2 сұрақ қана, еще тез өте оңай, дым ойламайтын сұрақтар, және мен ойымша бағалар әсер етті. Менің жақсы бағаларым вроде. Бастысы күшті настроениемен қобалжымаңыздар. Олар да біз сияқты адамдар. Олар бастысы сіздердің Қазақстанға оралатындарыңызды көру керек. Солай бақыттан басымыз айналып, визаны алдық, мен алдым, Жібек те алды, екеуміз қуанып, солай келесі этап самолеттерге билет алдық. Самолеттерге билет айтқанымдай 5 күн алдын ғана алдық, вообще 500 мың, 535 мыңға бару, қайту алдық. Ол былайша айтқанда бару қайтуға нормально шығар, бірақ все-таки $500 000 ол қымбат. Осы жақта айтатын нәрсе, обязательно самолетқа билетті после виза алыңыздар. Вот, сол кеңес. Және карточкада ақшаны сақтаған неғұрлым қауіпсіздеу, ыңғайлырақ. Вот, сондықтан банкқа барыңыздар. Сіздерге кеңес ететін банк Америкада Bank of America. Ол вообще күшті банк. Менен екінші жұмыс, үшінші жұмыс дегендерді өздеріңіздер табасыздар. Агентство өйтіп топ бермейді. Және сіздерге айтатын кеңесім, жұмысты любой жерде іздеңіздер. Мысалға, біз екінші жұмыс іздегенде Indeed деген сайттарға өзіміздің анкетамызды жаздық, резюмемізді жаздық, сол жақтан іздедік, оларға звондадық, сұрастырдық. Facebook'тан іздеңіздер. Facebook нандай себебі Америкада Facebook номер 1. Сосын біз еще бардық. Любой отель көрдік, любой ресторан, любой кафеге бардық, сұрадық, are you hiring деп, яғни сіздерге жұмысшылар керек па деп, сосын олар бізге сайттарын берді, всякие резюме толтырып, любой возможностьті қолданып алыңдар, себебі жұмыс
ол өте керек нәрсе. Екінші, үшінші жұмыс дегендер. Егер де уақыттарың бар болса. Екінші жұмыс демекші, екінші жұмысқа орналасу үшін, да вообще жұмысқа орналасу social security number деген иін аласыздар американдық. Оны тоже прям бара сала сұраңдар бастықтарына, қай жерде social security number алады деп. Себебі ол number, яғни иін бір айда дайын болады. Бір айдан кейін барып сіздер екінші жұмысқа орналасасыздар. Сондай талап болса, менің жағдайымда сондай талап болды, сондықтан біз күтіп жүрдік, қашан дайын болады деп. Және айына ол жақта 2000, 3000, 4000 доллар табасыңдар, айлықтарын сондай болады Америкада. Сондықтан кеткен ақша қайтып келеді. Менің жағдайымда бәрі жақсы. Мен көп нәрсе сатып алдым. Ноутбук сатып алдым, MacBook, камера сатып алдым осы түсіріп жатқан. И келесі кеңесім, күшті нәрселер алыңдар. iPhone, техника, себебі Қазақстанда олар 2 есе қымбат. Кішкене ақша үнемдейсіңдер және күшті болып қайтасыңдар заттармен. Сіздермен болған мен Ару Асанхан. Тағы сұрақтарыңыз болса қойыңыздар, бәріне жауап беруге тырысамын, бәрін айтуға тырысамын. Сондықтан арнаға тіркел, сол видеолардан қалып кетпеу үшін. Сіздермен болған мен Ару Асанхан. Менің керемет инстаграмым бар. Вот. Жаным Ару деп аталады. Сондықтан тіркеліңдер любой жерге.